Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, сендерге не көрінген? Жазықсыз жапа шегіп, уа, Раббымыз! Бізді халқы залым болған мына ауылдан алып шығып, құтқара гөр. Өз тарапыңнан бізге бір қамқоршы жібере гөр, сондай-ақ өз тарапыңнан бізге қол ұшын берер медеткер жолдай гөр деп жалбарынған қауқарсыз, шарасыз бір қауым ер, әйел һәм бала шаға үшін Алла жолында неге соғыспайсыңдар деген аятқа байланысты былай деген: анам және мен осында айтылған шарасыздардың арасында едік. Түсіндірме. Ибн Аббас қауқарсыз, шарасыз деп тәржімаланған мустадғаф сөзін түсіндірген. Аятта залымдардың қолында тұтқын болып, құтқарушы күткен, алайда шарасыз қалғандықтан шыға алмаған мүміндерге қарап отыра бермей, көмектесу керектігін ескерткен. Бұхаридің бір риуаятында былай делінген: Ибн Аббас, шарасыз қалып дағдарған ерлер, әйелдер мен балалар бұдан тыс деген аятты оқығаннан кейін, мен және анам Алла тағала үзірлі деген адамдардың қатарында едік. Мен балалардың, анам әйелдердің әлсізі болатын деді. Түсіндірме. Жоғарыдағы риуаятты түсіну үшін Ниса сүресінің 97-ші аятын білу маңызды. Бұл аятта исламды ұстану қиындаған аймақтан хижрет жасаудан бас тартқандар жауапқа тартылатындығы айтылған. Ал 98-ші аятта бұл жауапкершіліктен босайтындардың жай-жапсары айтылған. Хижретке шамасы жетпеген шарасыз әйелдер мен ерлер және балалар. Бұл аяттарда былай делінген: өлім періштелері мүміндермен бірге хижрет етуге шамалары жете тұра мүшриктердің арасында қалып, Аллаға серік қосып, өз-өздеріне қиянат жасағандардың жанын аларда, қандай іспен шұғылдандыңдар деп сұрағанда олар: біз бұл жерде діннің талаптарын орындай алмаған мүшриктерден қысым көрген бейшара жандар едік дейді. Сонда періштелер: әйтсе де, Алланың жері кең емес пе еді? Қоныс аударам десеңдер сендерге қой деген кім бар деп айтады. Міне ондайлардың түбінде барып паналайтын жері жаһаннам болады. Ол қандай жаман жер, қандай жаман орын еді. Ал енді имандарын мүмкіндігінше сақтаумен қатар, қылар айла амалы болмаған һәм бас сауғалап, басқа жерге аударудың жолын таба алмаған, сондай-ақ өздеріне хақ дін жетпегендіктен иманнан, исламнан бейхабар болған, шын бейшара, қауқарсыз ерлер мен әйелдердің және бала шағаның жөні бөлек. Ибн Аббас былай дейді: Абдурахман ибн Ауф пен бірнеше жолдастары Меккеде Алла елшісіне барып былай деді: біз мүшрик болып жүргенде беделді, айналасына сөз өтетін адамдар едік. Мұсылман болған соң дәрежеміз төмендеп қалғандай болып жүрміз. Сонда Алла елшісі оларға маған кешіру әмір етілді. Мүшриктермен қақтығысқа түсуден абай болыңдар деді. Алайда Мәдинаға хижрет жасаған соң Алла тағала жихад жасауды әмір етті. Осы кезде олар тартынып қалды. Сол кезде мына аят түсті: оларға, яғни бейбіт күнде алақандарына түкіріп, бізге соғысуға қашан рұқсат етіледі деп отырғандарға соғыс отын тұтатпаңдар, намазды кемеліне жеткізіп үзбей әрі уақытылы оқыңдар, зекетті толық беріңдер деген еді. Міне енді соларды көрдің бе? Оларға соғысу парыз етілгенде, олардың бір бөлігі адамдардан, дұшпаннан, Алладан қорыққандай, тіпті одан да қатты қорқып: уа, Раббымыз! Бізге соғысты неліктен парыз қылдың? Оны сәл кешеуілдете тұрсаң болмас па еді дейді. Ендеше ондайларға бұл дүниенің қызығы болмашы ғана. Ал ахиретке келсек, ол Аллаға тиісінше тағзым ететін, оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтанатын тақуа жандар үшін әлдеқайда қайырлы болмақ. Онда сендерге мысқалдайда әділетсіздік жасалмайды, әркім өзіне тиесілі сауабын, яки жазасын толық алады деп айт. Түсіндірме. Алла елшісінің мүшриктерге қарсы қолданатын ең басты тактикасы сабыр болатын. Меккедегі кезеңде мұсылмандарға әрдайым сабыр сақтауды өсиет ететін. Мазақ, азап, тіпті өліммен бетпе-бет келсе де, мұсылмандар тек қана бір қаруға жүгінді, ол қару сабыр еді. Жоғарыдағы мысалда байқағанымыздай, Алла елшісіне қайта-қайта келіп бұрынғы абыройларынан айырған дін дұшпандарына қарсы күш қолдануға рұқсат сұраушылардың қатары көп еді. Алайда мұндай тәсілді Алла елшісі үзілді-кесілді құптамайтын. Мұсылмандарға жасалған бойкоттың өзінен байқағанымыздай, сабыр атты қару таптырмас күштің рөлінде. Әзірет Хамза мен Әзірет Омарларды исламға келтірген нәрсе оларға сабырға негізделген қарым-қатынас болатын. Зұлымдыққа қарсы сабыр адамдардың көңілін жібітсе, залымдардың арасында әртүрлі тармақтар мен бөлінушіліктер орын алып жатты. Алла елшісі жаппай қырып жоюға бағытталған істер орын алмайынша сабырдан танбау керек екенін айтатын. Бірақ бұл да орын ала бастағанда қару алып қарсы шығуды емес, хижрет жасауды таңдады.
Меккеде жихадқа рұқсат берілгенде, мүшриктер мұсылмандарды жаппай қырып-жойып жоқ қылар еді. Арттарында олардың санына сай келетіндей бір күш болмағандықтан, оларға қарсы ашық шайқасқа шыққан жоқ. Оларды жеке-жеке азаптау мүшриктердің әдетіне айналды. Дегенмен осылай сабыр сақтау арқылы бірте-бірте мұсылмандар саны көбейе берді. Жихадқа Мәдина кезеңінде рұқсат етілді. Ол кезде кәдімгідей бір мемлекет пайда бола бастаған еді. Адамдар саны артқан, жойылып кету деген қорқыныш сейілген. Әрбір шайқас мұсылмандардың күшіне күш қоса берді. Алла елшісінің өмірінде сабыр, хижрет және жихад қағидалары жіті зерделенсе, бұлардың арасында мақсат тұрғысынан ешқандай айырмашылық байқау мүмкін емес. Барлығы өз уақытында белгілі бір мақсатқа сай жүргізіліп отырды. Исламды өзгелерге жеткізуді мақсат еткен жандар Алла елшісінің өміріндегі сабыр, хижрет, жихад мәселелерін өте жақсы білуге тиіс. Расулалланың жеңісінде әрқайсысы бір-біріне қарама-қайшы көрінген бұл мәселелердің жиналып келіп бір бүтін болғандығына иман етеміз. Харижа ибн Зайд былай дейді: Зәйд ибн Сәбиттің былай дегенін естідім. Ал енді кім бір мүмін екенін біліп тұрып, қасақана өлтірсе, оның ахиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып, азап шегетін жаһаннам болмақ. Бұған қоса, Алла оған қаһарын төгіп, лағнет айтып рахымынан аластады, әрі ол үшін алапат азап әзірледі деген аят Фурқан сүресінің олар Алламен қатар, басқаны да Құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтірілуін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді, зина жасамайды. Кім осы айтылғандардың бірін істесе, ауыр жазаға ұшырайды деген аятынан кейін түсірілді. Нәсайдің бір риуаятында мынадай қосымша бар: ал енді кім бір мүмін екенін біліп тұрып, қасақана өлтірсе, оның ахиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып, азап шегетін жаһаннам болмақ. Деген аят түскен кезде қатты қорықтық. Сол кезде бізді жұбатқандай болып Фурқан сүресіндегі олар Алламен қатар, басқаны да Құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтірілуін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді, зина жасамайды деген аяты түсті. Саид ибн Жубайр былай дейді: Ибн Аббастан, мұсылман кісіні әдейі өлтірген адамның тәубесі қабыл бола ма деп сұрағанымда жоқ деп жауап берді. Мен оған Фурқан сүресіндегі олар Алламен қатар, басқаны да Құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтірілуін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді деген аятты оқып бердім. Ол маған сен оқыған аят Меккеде түскен. Оны Мәдинада түскен. Ал енді кім бір мүмін екенін біліп тұрып, қасақана өлтірсе, оның ахиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып, азап шегетін жаһаннам болмақ деген аят насх етті деп жауап берді. Ибн Аббас былай дейді: мына аят, олар Алламен қатар, басқаны да Құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтірілуін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді. Меккеде түскен кезде мүшриктер былай дей бастады: ислам бізге не айтып жатыр? Ылғи азап туралы айтады. Біз Аллаға серік қостық. Алла тыйым салған адамдарды өлтірдік. Оған қоса алуан түрлі жамандықтар жасадық. Сонда Алла тағала мына аятты түсірді: ал кім өкініш білдіріп, тәубеге келсе әрі иман етіп, өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа, күнәларын сауапқа айналдырады. Алла өте кешірімді, әсіресе тәубе етіп, өзіне бір жола бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Бір риуаятта мына қосымша бар: кім исламға кіріп, оны жақсы түсінетін болса, содан соң кісі өлтіретін болса, оның тәубесі қабыл болмайды. Әбу Дәуідтен жеткен бір риуаятта былай делінеді: кім әдейі бір мұсылманды өлтіретін болса, оның күнәсін еш нәрсе жоя алмайды. Нәсаи және Тирмизиден жеткен бір риуаятта былай делінеді: Ибн Аббастан бір мұсылманды әдейі өлтірген соң иман келтіріп, тәубе еткен және салихалы амалдар атқарған адамның жай жапсары туралы сұралғанда, ол былай деп жауап берді: бұған қандай тәубе бар дейсің? Мен Алла елшісінің былай дегенін естіген едім: өлген кісі денесі қанға боялған күйі келеді. Сонда ол: уа, Раббым, одан сұрашы, не үшін өлтірді мені? Қандай кінәм бар еді дейді. Аллаға ант етейін, Алла мына үкімді түсірді, алайда насық жасаған жоқ. Бұл Нәсайдің риуаяты.
Әбу Мижлаз ал енді кім бір мүмін екенін біліп тұрып, қасақана өлтірсе, оның ахиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып, азап шегетін жаһаннам болмақ. Деген аятқа қатысты былай деген: әрине, бұл күнәнің жазасы осы. Дегенмен Алла қаласа оның күнәсін кешіреді. Түсіндірме. Ал енді кім бір мүмін екенін біліп тұрып, қасақана өлтірсе, оның ахиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып, азап шегетін жаһаннам болмақ. Деген аят жайында Куфа ғалымдары әртүрлі пікір білдіріп, мүмін адам басқа бір мүмінді өлтірсе күнәсі кешіріле ме деген мәселені талқылаған. Саид ибн Жубайр осы мәселені сұрау үшін Ибн Аббасқа сапар шегіп барады. Ибн Аббастың бұл мәселеде мүмін әдейілеп бір мұсылман кісіні өлтіретін болса, оның тәубесі қабыл етілмейді. Жазасы мәңгі тозақ деп пәтуа бергені әйгілі еді. Қартайған шағында осы мәселе тағы сұралды. Сонда сұраған кісіге: ал енді кім бір мүмін екенін біліп тұрып, қасақана өлтірсе, оның ахиреттегі жазасы ішінде мәңгі бақи қалып, азап шегетін жаһаннам болмақ. Деген аятты оқыды да қосымша былай дейді. Бұл мәселеде ең соңғы түскен аят осы. Алла елшісі өмірден өткенге дейін мұны насық жасаған басқа аят келген жоқ. Сонда әлгі кісі қайта сұрайды, тәубе етеді, иман келтіреді, салихалы амалдар жасап тура жолды тапса ше. Ибн Аббас оған қандай тәубе, қандай хидаят болсын деп жауап қатады. Бұл мәселеде Ибн Аббастан жеткен риуаяттар көп. Ахмад ибн Хамбал мен Нәсайдың Әзірет Муғауиядан жеткізген риуаятта Алла елшісі былай деді: Алла екі кісіден басқа адамдардың барша күнәларын кешіреді. Ол екеуінің бірі кәпір болып көз жұмған, екіншісі болса мүмінді әдейі өлтірген адам. Ибн Аббас насх екендігін айтып, үкімін белгілеген аяттың түсу себебі де тақырыпты аша түседі. Ол аят Микияс ибн Субабаға қатысты түсірілген болатын. Микияс пен оның бауыры Хишам мұсылман болды. Хишамды ансарлық бір мұсылман өлтіріп қойды. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлем өлтірген кісіге хабар жіберіп, Микиясқа бауырының құнын өтеуін талап етті. Алла елшісінің айтқандарын әлгі кісі бұлжытпай орындады. Алайда Микияс дүниені алғаннан кейін құнды алып барған елшіні өлтіріп, діннен шығып Меккеге қашып кетті. Сол кезде жоғарыдағы аят түсті. Алла елшісі Мекке жеңісі күні оған кешірім берілмейтінін айтып, ұсталған жерде өлтіруге әмір берді. Қысқасы, әдейі кісі өлтірілгеннің ешқандай тәубесі жоқ екендігін айтқан аяттар көп. Керісінше, риуаяттарда кешірілетіні жайлы білдірілген. Тіпті Ибн Аббастың тәубе ете алатындығына байланысты айтқанына байланысты екінші бір риуаят жеткен. Осы көзқарасқа мына аят дәлел болмақ. Ал енді кім жамандық жасаған соң немесе күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасағаннан кейін Алладан кешірім тілесе, Алланың өте кешірімді, әсіресе тәубеге келіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін көреді. Барша әхіл сүннет ғалымдары осы пікірге тоқтаған. Сахаба, табиғин, әтбағу табиғин және олардан кейін келгендер де бұл мәселеде қарама қайшылыққа түспеген. Ал бұл пікірге қайшы кейін келгендер келген риуаяттар адамдарды қорқыту, мұндай жамандыққа тәубеге иек артып барудан тыю мақсатында айтылғаны анық. Алла тағаланың кешірімі әрбір тәубе етушіге ашық. Алла елшісінің Бани Исраилдан жеткізген қиссасы осы көзқарасқа дәлел болмақ. Қиссада 99 кісіні өлтірген біреу істеген істеріне өкініш білдіріп, тәубе ететін мүмкіндіктің бар жоғын іздей бастайды. Саған тәубе ететіндей мүмкіндік қалмаған деген дін адамын да өлтіріп жүзге жеткізеді. Содан соң тағы бір дін адамына барып мәселені сұрайды. Сонда ол тәубе мен сенің араңа кім кіреді дейсің деп салихалы адамдар шоғырланған бір ауылға жібереді. Әлгі кісі жарым жолда қайтыс болады. Алла тағала оның тәубе етуге деген ниеті үшін кешірілгенін айтады. Қысқаша баяндалған қиссаға сүйене отырып, ғалымдар адам өлтіргеннің де кешірілетінін айтып былай дейді. Бұл жағдай бұрынғы үмбеттерде рұқсат, тәубе етуге мүмкіндік болса, соңғы пайғамбардың үмбеті үшін де рұқсат екені анық. Себебі бұрынғылардың мойнындағы ауыр жүктер бұл үмбеттің мойнынан алынған. Ибн Аббас былай дейді: мұсылмандардан бір тобы жорық кезінде мал жайып жүрген бір кісіге тап келді. Әлгі кісі оларға әссәләму ғалайкум деп ислам әдебіне сай сәлем берді. Алайда олар әлгі кісіні өлтіріп, мал мүлкін талап кетті. Сол кезде мына аят түсірілді: уа, иман еткендер! Алла жолында жорыққа шыққандарыңда әрбір жағдайдың байыбына баруға тырысыңдар. Яғни, кімнің мүмін,
кімнің кәпір екенін анықтаңдар, әр нәрсеге жіті қарап, әр мәселенің қыр-сырына әбден қанығыңдар. Өздеріңе бейбітшілік тілеп, мұсылманша сәлем бергенге дүние тіршілігінің өткінші игілігіне, олжаға қызығып, сен мүмін емессің деп айтпаңдар. Біліп қойыңдар, Алланың дәргейінде мол әрі сан алуан олжалар бар. Бұрынырақта өздеріңде сондай, яғни, исламнан, иманнан бейхабар едіңдер. Алла сендерді көптеген нығметке, соның ішінде иман нығметіне бөледі. Ендеше, алдарыңнан шыққан, әрбір жағдайдың байыбына бармай тұрып, әрекет етпеңдер. Шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Ибн Аббас аятты Нафи қырағатында әссәләм деп оқылатын сөзді әссәләм деп оқыды.